Елге Елдос Колобок атымен танылған атақты блогер бүгін үлкен қуанышымен бөлісті. Бұл туралы блогер өз әлеуметтік желісінде сүйіншіледі. Мен де өз оқырмандарымды хабардар етуді жөн көрдім. 9 жыл балалы болуды армандаған Елдос пен келіншегі Таңшолпанның қуанышында шек жоқ. Әрине, әрбір үйленген жас жұбайлардың арманы сәбилі болу емес пе? Блогер өзінің бір сұхбаттарының бірінде менде балалы мүмкіндігі өте төмен деп айтып кеткенді. Экоға жүгініп көтерсін, тіпті табиғи жолмен көтерсін. Не де болса, дені сау бала өмірге келсін деп тілейміз. Блогерлерді бақылаушы барша қазақ жұрты бұл жаңалыққа өте қатты қуанған шығар. Мен өз басым өте қатты қуандым, тіпті көзіме жас келді деуге де болады. Әрбір ата-ана болуды армандап жүрген жандарға осындай қуаныш жұғысты болсын. Операциядан инвалидный коляскамен шығарған кезде бесплодие деп маған диагноз қойды. 20 жасар балам, 14 жасында Таңшолпанды кездестірдім. Таңшолпанға бірақ үйленудің алдында мен айттым. Қиындыққа бірге төтеп береміз десек, кеттік деп ұсыныс тастадым. Ұсынысымды қабыл алды. 9 жылдың ішінде 10-нан аса операция, жылау, құлдырау, кризис тоқтатамыз-ау деген кезде Фанчода қуансыз ба? Мен де сондай болса сонда мен уақыт бересіз ба деген кезде көтерді, сол кезде қысқанымда қатты сыйлай, қатты құрметпей, өмірлік жолда мықты серік болатын адам екенсің. Алланың қалауымен біз февраль айында қажылыққа барып келдік, март айында осындай бір жақсы сүйінші хабар естідік.